Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқын Сейтқазықызы. Бүгін сіздермен кортексин препарат туралы сөйлесетін боламыз. Бұл қандай дәрі, қандай аурулар кезінде тағайындалады, инструкциясын толығымен талқылайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Алдымен менің каналыма тіркеліп подписаться деген батырманы басып, уведомление деген значокты басып, каналда міндетті түрде комментариялар жазып, лайк басып отыруды ұмытпаңыздар. Мені көретін адам 90% маған тіркелмегендіктен бір кнопканы басып подписка жасауларыңызды сұраймын. Ал енді кортексин препарат туралы сөйлесек. Бұл препарат инструкциясы бойынша натропты дәрілерге жатады. Натропты дәрі дегеніміз мидың қан айналымын жақсартатын дәрі. Енді натропты дәрі болғандықтан миға қатысты барлық почти ауруларға тағайындауға болады деп жазылған. Оның ішінде эпилепсия, травма, инсульт және де балаларда тіл дамуының кешігуі, психикалық дамуының кешігуі, есте сақтау қабілетін жақсарту үшін бұл дәріні тағайындау керек деп жазылған. Бұл дәрі жамбасқа салынады, жамбасқа жаңағыдай инъекция түрінде салынады. Енді 21 ғасырда шығып жатқан дәлелденген медицина бойынша, дәлелденген медицина дегеніміз ол әр препарат, мысалы біз қолданатын әрбір препарат өзінің эффективтілігін дәлелдеу керек. То есть біз действительно бізге көмектесетін дәрілерді ғана қабылдауымыз керек. Бұл бүткіл Европада, бүткіл жаңағыдай Америка құрама штаттарында, дамыған елдердің барлығында осы дәлелденген медицина бойынша жаңағыдай протоколдар шығарылады. Осы дәлелденген препараттар бойынша ғана ем жасалынады. Енді бұл препарат, кортексин препараты дәлелденген медицина бойынша өзінің эффективтілігін дәлелдемеген. Бұл туралы MedIQ деген сайттан оқысаңыздар болады. Бұл сайтта препараттардың қайсы дәлелденген, қайсы дәлелденбеген, соны сіздер біле аласыздар. Ссылкасын сіздерге описанияға тастап кететін боламын. Енді мен қазір MedIQ сайтын ашып отырмын. Сіздерге кортексин для детей деп жаздым. Сол кезде бұл препарат тағайындауға болмайды деп тұр. Енді оқып беретін болсам, препарат устаревший и с недоказанной эффективностью деп жазылып тұр. Препарат с полипептидами мозга скота зарегистрированы и применяется только на территории России и стран СНГ деп тұр. США FDA не разрешает изготавливать из этих органов даже корм для скота и других животных. И тем более использовать при приготовлении пищи для людей или лечения. То есть бұл препаратты даже жануарларға тағам ретінде даже беруге болмайды деп жазған. Рұқсат берілмейді ол жақта. То есть бүткіл дәлелденген мемлекеттер бұл препарат туралы білмейді да, тағайындамайды да, ешқандай протокол леченияларында жоқ. Ал енді сұрақ, егер бұл дәрі өзінің эффективтілігін дәлелдемеген болатын болса, дәлелдемеген деген ол ешқандай пайдасы жоқ деген сөз. То есть пайдасы жоқ болатын болса, біз не үшін бұл дәріні әсіресе балаларға беруіміз керек. Тем более бұл ішетін дәрі емес, жамбасқа салынатындықтан балаға үлкен травма. Әр жасалған инъекцияға бала жылайды, айқайлайды, салдырғысы келмейді. Ол бірінші минусы. Екінші минусы, үлкен минусы, ол дәлелденбеген. Одан кейін бұл препарат бағасы жағынан қымбат. Сонда біз бәленбай ақшаға бұл препарат сатып алып, баламыз травмировать етіп, ешқандай эффект алмайтын болсақ, логика қай жақта сонда. То есть сіздерге соңғы мәліметтерді толығымен бөлісіп отырмын. Бұл сайттан басқа сіздер даже Википедияға кіретін болсаңыз российский, бұл жерде де жазылған препарат жаңағыдай ешқандай доказательный базасы жоқ деп жазылған. Және де бұл туралы сіздер описание ссылкасын алып, кіріп, өздеріңізде оқып шықсаңыздар болады. MedIQ деген сайтты мен сіздерге тастап кетем дедім. Осы сайтқа сіздер любой препарат жазсаңыздар, уже шығады. Бұл препарат действительно көмегі бар ма, жоқ па?
То есть біз қазір маркетинговый ход дейді ғой, яғни фарм компанияларды бізді байытып жатырмыз. То есть дәлелденбеген препарат саламыз, ол обычно как су сияқты ғой, сонда эффектісі болмаса да ешқандай особо побочка да бермейді, и біз ойлаймыз, что бұл препарат көмектесіп жатыр деп. То есть біз өз-өзімізді алдаймыз. Сондықтан қорытындыны өздеріңіз жасайды деп ойлаймын. Видео сіздерге пайдалы болған болса, міндетті түрде лайк басыңыздар. Егер сіздердің балаларыңызға бұл препарат тағайындалған болса, оны да комментарияға жазып кетіңіздер. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар, қандай ойларыңыз бар, тоже комментарияға жазатын болсаңыздар, сол сіздер қойған сұраққа байланысты видеолар жасайтын боламыз. Сіздермен болған дәрігер невропатолог Ақжарқын Сейтқазықызы. Қош сау болыңыздар, ауырмаңыздар.